Саламатсыздар ма? Менің есімім Шугаева Мадина Берікқызы, тарих пәні мұғалімі, Ақтау қаласы номері 21 жалпы білім беру мектебі. Бұл 1-ші сынып оқушыларына ұлттық бірыңғай тестілеуде тарихи даталар мен тарихи оқиғаларды оңай жадта сақтауға қалай болады деген шешімін табамыз. Яғни бұл жердегі негізгі мәселе бұл оқушылар датаны жаттауға қиналады, тарихты құрғақ ақпарат ретінде қабылдайды және ұбт-да шатасу көп болады. Яғни бұл жерде тарихты қалай қызықты әрі есте қаларлықтай етуге болады. Бұл мәселенің негізгі шешімін мен ұбт-дағы чат әдісі арқылы таптым. Яғни бұл әдістің негізгі идеясы оқушылар тарихи тұлғаларды WhatsApp желісі арқылы WhatsApp'та отырғандай елестетіп, солардың атынан чат құрастырады. Яғни тарих тірі диалогқа айналады. ұбт-дағы чат әдісі дегеніміз не? Яғни бұл жерде әр тарихи тұлға чаттағы пайдаланушы. Әр хабарлама тарихи факт. Әр диалог бұл оқиға байланысы. Және оқушы оқымайды, сөйлеседі. ұбт чат әдісі қалай жүзеге асады? Яғни негізгі қадамдар. Бірінші қадам тақырып таңдалады. Яғни мысалы Алаш қозғалысы. Екінші қадам тарихи тұлғалар анықталады. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы және тағы басқа. Үшінші қадам бұл WhatsApp форматында чат жазылады. Төртінші қадам әр хабарлама тарихи дерекке сай болуы қажет. Мысалы, WhatsApp чат үлгісін көрейік. Яғни алаш зиялылары. Негізгі тұлғалар Әлихан Бөкейхан және Ахмет Байтұрсынұлы Міржақып Дулатов. Алдарыңызда міне WhatsApp чат үлгісі. Яғни бұл чатта, бір чатта тұлға, идея, дата, тарихи мағына бар. Бұл екінші чат үлгісі ұлт-азаттық күрес тақырыбында. Негізгі тұлғалары Кенесары Қасым және Сағыз. Бір диалог, бір тақырып. Оқушыларға бұл жерде берілетін негізгі тапсырма. Оқушылар тақырып таңдайды, яғни өзінің таңдауына қарай белгілі бір тарихи оқиғаны таңдайды. Чаттағы бұл екінші қадам, бұл чатта таңдаған оқиғаға байланысты чатқа тұлғаларын анықтайды және WhatsApp интерфейсінде тарихи факторлерге сай қызықты және логикалық чат құрастырады. Бағалау критерийі бұл жерде тақырыпқа сай тұлғалар таңдалады, хабарламалар тарихи фактілерге сәйкес болуы тиіс, логика қызықты диалог құрастырылады оқушылардың арасында және дата дұрыс көрсетіледі. Бұл жерде мұғалім чатты бақылаушы болады және қателіктерді түзетіп отырады. Әр оқиға, әр диалог негізгі фактіге сай болу керек. Яғни бұл ұбт чат әдісі тарихты тірілтеді, датаны сөйлетеді, оқушыны ойлантады. Тарих тек өткен емес, ол диалог. Назарларыңызға рахмет.